теңіз, толқында біз жүреміз, желбіреген ақ желкені, ұстазым сенсің, ұланымның ертеңі. Менің мектебім, менің мақтанышым. Неге десеңіз, заманауи талаптарға сай терезесі тең білім ордасы мектеп ұстаздарының арқасында түлектерінің білімділігі мен шығармашылығының нәтижесінде мектебіміздің алдыңғы қатарда келеді. Мектебімнің осы күндегі мәртебесі биіктеп, түлектері көптеген беделді оқу орындарына түсіп, өнерлі жастары өркендеп өсуде. Әр оқу жылы әр оқушыға өз жаңалығын әкеледі. Кітап уақыт пен кеңістіктің тынысына толы адамзат ойының жемісі, қоғамның мәдени күшін дамыту құралы, қайнар бұлағы екенін айтудан жалықпаймын. Мәдениет пен өнер ұлы болмайынша ұлт ұлы болмайды. Тәуелсіз еліміздің жастарының мәдениеттанымдық қабілетін қалыптастыратын орта бұл кітапхана. Кітап оқитын адамды нағыз мәдениетті адам дер едім. Мектептің еңселі ғимаратында орналасқан кітапхана әрбір адамның бойына рухани күш, ойына серпін, қабілетіне таным береді. Кітапхана табалдырығынан аттаған бойда басқаша әлемге енгендей сезімде болатыны да оның киелілігінде. Сөрелерде орналасқан ұлы тұлғалардың өмірлік азығы болған мұрасы кітаптың қасиетінде деп ойлаймын. Ал кітапханашы мамандығы туралы бір ауыз сөзбен жеткізу мүмкін емес. Қызығы мен қиындығы мол кітапханашылықтың көпшілік біле бермейтін, көзге елене бермейтін, бірақ дүйім оқырманның кітап жайлы толық мағлұмат алу үшін жан-тәнімен беріліп қызмет жасайтын маман деп айтамын. Солардың бірі мектебіміздің кітапханашысы Айса қызы Оразбиба апайымыз.